мұғалімдердің нкт тестіне келген мына бір есеп бар ғой, бәрін миын ашып жіберді. Жазықтық пен түзу арасындағы нормаль бір бәле дей ма? Қалай шығарсам болады? Ешқандай пересдача жоқ, оқу керек еді. Ой ағай, қалайсыз, жақсы болды ғой келгеніңіз ше? Не болды? Мына бір квал тесттің есеп бәле болды ше. Жазықтық тема как раз сіздің темаңыз ғой, универдің тақырыбы. Иә, не істейміз енді мына шығар? Классикалық әдіспен шығарайық енді. Мынаның зеті жоқ па? Мына жерде 1 тұр, иә? 1 минус 2, зетің мына жерде жоқ болып тұрған екен, 0-ді қояйық. Мына жерінде керісінше x-ің жоқ. 0, 3, содан кейін бар 1. Енді формула қандай еді мына жазықтық пен түзудің арасындағы бұрыш деген? Мынау нормалің болса, мынау бағыттаушы болса, модульдарын қоямыз. Бұл формула. Жердегі нормаль деген мына жазықтықтың коэффициенттері жазып қояйық. N дегенің 2, 3 содан кейін бар минус 1. Мына проблема мына бағыттаушыда болып тұрған бағыттаушыны табайық енді. Бағыттаушыны табу үшін матрица құрайық. Мына матрицаңда EGK болса, мына жерің 1, мына жерің минус 2, 0, 0, 3 содан кейін бар 1 болады. Минорларын табамыз. Бірінші бұлай минор, я? Сонда қалған сандар минус 2, 0, 3, 1. Енді ортадағы минор. Бұлай кетіресің, бұлай кетіресің. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Енді үшінші минор. Бұлай кетіресің, бұлай кетіресің. 1, минус 2, 0, 3. Енді детерминант анықтауыш. Бұлай көбейтсең 0, бұлай көбейтсең минус 2. Бұлай көбейтсең 0, бұлай көбейтсең 1. Бұлай көбейтсең 0, бұлай көбейтсең 3. Мына екінші минордың таңбасы минус болады. Білесіңдер ғой, плюс, минус, плюс деп кете беретін. Білмесеңдер, ауылға қайтыңдар қайттан. Болды, енді міне нормалың бар, бағыттаушың бар. Кетті, орнына қояйық. Міне екеуін көбейтсең минус 4, міне екеуін көбейтсең минус 3, міне екеуін көбейтсең минус 3. Бөлесің ұзындықтарына 4, 9, 1, 14, я? Түбір асты 14, мұнауың туры сондай түбір асты 14. Әрине мұнау модульда болады. Астында 14, үстінде 10. Жауабың 7-тен 5 болады екен. Классикалық есеп қой. Бірінші аналитикалық геометриядағы. Ой, Мырзабек, немене қыз жібердің? Матрица, сатрица деп отырайық, мектепте оңай есеп шығаршы, матрица шығарды. Қазір мен көрсетемін, жақсылап үйрендім мына қалай шығаратынын. Нормаль вектор дұрыс енді. Нормаль векторың 2, 3, минус 1 болады. Бағыттаушы векторды сұмдық қой, енді матрицамен отырамыз ба? Басқара не керек бар ғой үйтіп? Білмеймін, мектептің есебімен шығармаймын. Біз матрицамен үйреніп қалғанбыз ғой, сол университеттің тақырыбымен. Білмеймін сендердің жолдарыңды. Бүйтесіңдер, мынаның екеуінде де y тұр. Сол y-ді какой-то бір параметр ретінде қараңдар. Мысалға t. Енді міне z-ті тапсаң, z тең болады 1 азайту 3-ті. Дайын ба міне бірінші параметр? Содан кейін бар x табылды. X-ің тең болады қанша мынау? 2t азайту 3 міне. Екіншісі кетті. Содан кейін барып мына x-ті алыңдар да мінерге апарып қоя салыңдар. Y табу үшін тыны өше салайық. Мынаны апарып мына жаққа қойыңдар, қараңдар сонда. 2t минус 3 минус 2y плюс 3 тең болады 0-ге. Мына екеуі кетеді. 2y тең болады 2t-ға, y тең болады t-ға. Міне үшіншісі кетті. Сонда бағыттаушы вектор дегендерін қараңдар мына. X-ің алдындағы бірінші мына коэффициент кім? 2. Y-дің алдында коэффициент мына жерде 1 тұр, я? 1. Үшінші z-дің алдында тұрған коэффициент міне минус 3. Болды, міне табылды ғой. Немене мұжы болды. Содан кейін чөз, формулада неменеге синустар қақтан шықты түсіндіру жоқ бар сендерде, я? Формуланың ішінде неменеге синус тұрған білмесе несіне мұғалім болып жүр ол? Адамға ұқсап түсіндіруді қашан үйренесіңдер, я? Өздерің бәрін білсеңдер, елдің бәрін гений санайсыңдар, ау? Енді қазір ана синус альфа деген формула қаяқтан шықты, адамға ұқсап түсіндіріп беремін, қараңдар. Мынау мысалға бір жазықтық болсын, я? Мынау түзу, бағыттаушы векторы p деп қойып. Осы екеуінің арасындағы бұрыш деп мына жерде айтады, мысалға мына фи деген. Нормаль вектор деген аты айтып тұр. Нормаль деген ол перпендикуляр деген сөз. Нормаль векторың мына жазықтыққа перпендикуляр. Енді мынаны тік бұрышқа толықтырайық. Енді міне екі вектордың арасындағы бұрыш. N вектор мен нормаль менен бағыттаушының арасындағы бұрыш. Скаляр көбейтінің формуласы қандай мектептегі? Екі вектордың скаляр көбейтіндісі жеке модуль, міне жеке модуль. Содан кейін бар косинус альфа. Альфа деген мына екі вектордың арасындағы бұрыш, мына екеуінің арасындағы бұрыш. Үш жерден косинус альфаны тауып алсам, скаляр көбейтіндіні мен бөлемін әрқайсының ұзындығына. Енді сұраққа мән беру керек, бізге мына жерді тап, мына жер емес, мына жерді тап деп тұр. Жазықтық пен түзудің арасындағы бұрыш мына жер. Ал мына жер альфа. Общий 90 градус емес па енді? Мына фи деген бұрышты табу үшін 90 градустан мына альфаны азайтпайын ба? Сонда косинус 90 градуста атауы синус болып ауысып кетеді да, формула содан шыққан.
Болды, енді есептейік. Скалар көбейтінді, мына екеуінің көбейтіндісі 4, мына екеуінің көбейтіндісі 3, мына екеуінің көбейтіндісі 3. Алымы 10 шықты ма? Бөлімі әрқайсының ұзындығы. Мынауда түбірасты 14 болады, мынауда түбірасты 14 болады. 14 шығады да, тура жауапты ешқандай матрица, патрицасы спокойно шығаруға болады, Мырзабек. Сендер әптен дайын лекцияны көшіріп үйренгенсіңдер ғой, адамға 1 грамм түсіндіруді білмейсіңдер. Матрицамен шығады. Классикалық жүйеде матрицамен шығады. Аналитикалық геометрияның классикалық есебі сәуле. Короче, достар, апай мен ағай күштілеп тұрып түсіндіріп берді ғой, но мен өзім тағы да бір жолын тауып алдым, қараңыздар. Формуланы бір жазып алайын. Мына нормаль вектор деген, оны біз бағанадан бері тауып алдық, ол 2, потом 3, потом минус 1. И бүкіл проблема мынаны табуда болды. Осыны табу үшін лайфхак, қараңыздар. Бірінші теңдеуге, y-тің орнына любой бір санды қоя салам. Ең ыңғайлысы 0, я? Қараңыздар. Мынау 0 болса, мынау қанша болады? Минус 3 болады. Одан кейін тур осы 0-ді ше, мынаға қойсаңыздар, z қанша болады? Z бізде болады 1 болады. И а нүктесі бұл минус 3, 0 және 1 болады. Енді тур солай маған v нүктесін тауып алу керек. V нүктесін тауып алу үшін бағана мынаға қойдым ғой, енді давайте мынаға қояйық. Бағана y-ті 0 деп алғам. Енді басқа бір значение керек. Мысалға y-ті орнына 1-ді қоям. Мынау 1 болса, z тең болады минус 2-ге. Тура сол 1-ді енді мынаға қоям. Мына жерге 1-ді апарып қойсақ, x қанша болады? Минус 1 болады. B нүктесі минус 1, 1 және минус 2 болады екен. Енді AB векторын тауып алам, қараңыздар достар. Осы AB векторы как раз P векторы болады. Векторды табу үшін координаты артынан алдын азайтамыз, я кеттік. Минус 1 азайту 2 болады, мынау 1 болады, мынау минус 3 болады. Осыларды мына апарып қоя саламын. 2, 1, минус 3 деген. Болды, осы екеуін мына формулаға апарып қойсақ, апай мен ағайдың шыққан жауабы тура қайттан шығады. Тема. Жастар рулит.